Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 29-ші сабақты орындайтын боламыз. Балалар, мені жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі сабақтарда біз бірге орындайтын боламыз. Бізде қорытындылау сабағы адамдар арасындағы достық. Сен шамалардың мәндерін салыстыруды, жиындардың қиылысу мен бірігуін белгілеуді білетін боласың. Мүмкіндіктер тармағын құрып, екі шамалмен орындалатын есептерді бірге шығарамыз, Балалар, бізде бірінші тапсырма біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математика мен қазақ тілін атайды. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бізде мына жерде екі шеңбер белгіленген балалар, Көк шеңберде бізде математика пәнін жақсы көретін оқушылардың есімі. Ал қызыл шеңберде қазақ тіліні жақсы көретін оқушылардың есімдері. Ал көк шеңбер мен қызыл шеңберлер ортасында тұрған мынау есімдер бұл математика мен қазақ тілін пәндерін жақсы көретін оқушылардың есімдері екен, Бірінші біз сұраққа жауап берсек, бізде бірінші сұрақта неше оқушы математика сүйікті пәні деп санайды. Біз санайтын болайық. Математика пәнінен Серік, Майра, Дастан. Демек, біз бұл жерге 3 деп жазады екенбіз. 3 бала, 3 оқушы бізде математиканы сүйікті пәні деп санайды екен. Келесі бізде неше оқушы қазақ тілін сүйікті пәні деп санайды дейді. Енді қазақ тілі қызыл шеңберге қарайық. Ол бізде Дариға, Димаш, Нұрбек, Марат. Демек, бұл жерде неше болады екен? 4 болады екен, балалар? 4 деп жазамыз соның қатарына. Келесі бізде неше оқушы математиканы да қазақ тілінде сүйікті пәні деп есептейді дейді. Бізде ортаңғы шеңбердегі есімдерді атап шығайық, Райхан, Санжар, Мәлік, Бақ. Неше екен балалар? Демек, ол математика мен қазақ тілінде жақсы көретін балалардың сандары бізде 4 болады екен. Келесі, Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретіні рас па дейді. Біз енді ортаңғы шеңбердегі оқушылардың тізіміне Санжарды іздейік. Бізде Санжар бар ма, балалар? Бар екен. Демек, біз рас деп жазатын боламыз. Балалар, сіздер дәптерлеріңізге толық жазып шығыңыздар, Санжар математиканы қазақ тілінде жақсы көретіні рас деп. Келесі, Майраның математиканы жақсы көретіні рас па дейді. Математика көк шеңберден іздейік. Бізде Майраның есімі бар ма екен, балалар? Бар екен. Демек, рас. Келесі тапсырманы орындайтын боламыз, балалар. Балалар, бізде келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Есептерді шығар. А нұсқасында 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын көк дөңгелекке жаз. Ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар екенін жаз дейді. Келесі А нұсқасында да 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын көк дөңгелекке жаз. 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын қызыл дөңгелекпен жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар екенін жазып шығарады. Балалар, келесі біз екінші есепте А нұсқасы бойынша біз бірінші екі шеңбердің көк шеңбермен және қызыл шеңберде бізде бірінші көк шеңберде 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар екен, Келесі қызыл шеңберде бізде 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар екен. Демек, бізде 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар олар 2, 4, 8 екен. Ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар бізде 3 пен 9 екен. Ал мына ортасында тұрған 2-ге де 3-ге де бөлінетін бір таңбалы санымыз екен. 6 саны. Демек, бізде А жиынында 3 элемент бар. В жиынында бізде 2 элемент бар. А және В жиынында бізде 1 элемент бар екен. Келесі балалар, бізде А нұсқасында көк шеңберде 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар бар. Қызыл шеңберде 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар бізде А элементі көк шеңбер, В элементі қызыл шеңбер екен. Демек, бұл көк шеңберді атап шығатын болсақ, бізде 2-ге дейін бөлінетін сандар ол бізде 2, 4, 8, 10, 14, 16 және 20 екен. 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар ол бізде қызыл шеңберде ол 3, 9, 15 екен.
Ал мына ортасындағы 2-ге де 3-ге де бөлінетін сандар, олар бізде 6, 12, 18 екен. Демек бізде мына А жиынтығы, көкшембер А жиынтығында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 элемент бар екен, е? Келесі бізде мына В жиында 1, 2, 3 элементіміз бар екен. Ал бізде мына А жиында да В жиыннан да 1, 2, 3. Ол бізде 3 элемент бар екен. Үшінші тапсырма бізде есептерді шығар делінген. А нұсқасы: сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпта барлығы неше парта бар? Ә нұсқасында есепті шығар, оны есептеудің А нұсқасымен салыстыр. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпқа тағы 4 парта әкелінді дейді. Барлығы неше парта болды? Келесі балалар, бізде үшінші есепте А нұсқасында бірінші қатарда бізде 3 парта. Үшінші қатарда бізде парта саны белгісіз. Демек шешуі біз 3-ті 3-ке көбейтеміз, онда 9 парта. Жауабы 3 қатарда 9 парта бар екен. Келесі Ә нұсқасына бізде болды 3 қатарда 3 партадан. Әкелінді 4 парта. Барлығы неше парта деп сұрапты, е? Шешу бірінші нұсқа бізде 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9 парта. Үшінші қатарда 9 партадан. Екінші нұсқасында 9-ды 4-ке көбейтеміз, 13 парта. Демек барлығы 13 парта болды. Келесі балалар, Б нұсқасында қысқаша жазылу бойынша есепке кері есепті құрастыр дейді. Ә нұсқасына бізде бірінші есепте болды бізде белгісіз партадан 3 қатар. Әкелінді 4 парта. Барлығы 13 парта болды деген, е? Екінші сұрақта бізде болды 3 партадан 3 қатар. Әкелінді неше парта? Барлығы 13 парта болды денген. Үшінші сұрақта болды 3 партадан неше қатар? Әкелінді 4 парта, барлығы 13 парта денген. Біз осыларды шығарып көрсететін боламыз. Келесі балалар, бізде Б нұсқасының мысалы келтірген кезде сыныпта бізде 3 қата парталар бар. Сыныптағы 4 парта әкелінген соң барлық парталар 13 болды. Сыныпта әр қатарда неше парта бар? Болды партадан бізде 3 қатар, әкелінген 4 парта, барлығы 13 парта. Бізде шешуі 13-тен 4 аламыз, 9 парта, яғни 3 қатарда 9 парта болған екен. Екінші нұсқа 9-ды бөлеміз 3-ке, әр қатарда 3 партадан болған екен. Келесі балалар, бізде сыныпта 3 қатар орын бар. Сыныпта тағы 4 парта әкелінген соң барлық парталар 13 болды. Сыныпта әр қатарда неше парта болды дейді. Бізде болды неше партадан 3 қатар, әкелінген 4 парта. Барлығы 13 парта. Шешуі бірінші нұсқада 13-тен 4 аламыз, бізде 3 қатарда 9 партадан болды екен. Екінші 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 парта. Әр қатарда 3 партада болды екен. Жауабы әр қатарда 3 партадан бар. Келесі бізде сыныпта 3 партадан 3 қатар бар. Сыныпқа бірнеше парта әкелінген соң барлығы 13 парта болды. Сыныпқа неше парта әкелінді? Бізде болды 3 партадан 3 қатар, әкелінген парта бізде белгісіз екен. Барлығы 13 парта. Шешуі біз 3-ті 3-ке көбейтеміз, 3 қатарды парталар саны 9 парта болады екен. Екінші 13-тен 9 аламыз, біз әкелінген парта саны 4 парта. Яғни жауабы сыныпқа 4 партадан әкелінген екен. Келесі бізде сыныпта әр қатарда 3 партадан болды. Сыныпқа 4 партадан әкелінген кейін барлығы 13 парта болды. Сыныпта неше қата парта бар денген. Шешуі біз 13-тен 4-ті азайтамыз, 9 парта. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 қатар. Жауабы сыныпта 3 қатар парта бар екен. Балалар, бізде 4-ші тапсырма есептерді шығарыңдар. Берілгенге кері есеп құрастырып, оларды шығарыңдар. Мектептегі жөндеу жұмысына 3 килограммнан 2 құты көк және 15 килограмм ақ бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды делінген. Келесі балалар, бізде 4-ші есепте көк бояу бізде неше килограмм? 2 құты 3 килограммнан екен. Ақ бояу бізде неше килограмм екен белгісіз. Барлығы негізі 21 килограмм болған. Шешуі бірінші бізде нұсқада 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6 килограмм. Демек көк бояуымыз біздің 6 килограмма дейін. Келесі екінші 21-ден 6-ны аламыз, бізде 15 килограмм. Ақ бояуымыз демек 15 килограмма тең болады екен. Жауабы бізде ақ бояудың бағасын тапқан болатын. Сол бізде 15 килограмм ақ бояу сатып алынды. Келесі балалар, бізде 5-ші тапсырма көрсетілген қосындының мәні шығу үшін әр топтан 3-3-тен сан таңдап алайық. Бізде 4 кесінді көрсетіліп тұр, е? Бізде оның ішінде шеңберлерге толған. Бізде 100, 99, 90, 88, 77. Біз осы 3-3-тен 3 сан таңдап алып, дәптерге шығарып көрсететін боламыз.
Келесі балалар бізде 5-ші есепте 100 саны бізде 15-ті 45-ке және 40-ты қоссақ 100 саны шығады екен. Келесі бізде 100 саны шығу үшін 15-ті 24-ке және 61-ге қосады екенбіз. Келесі бізде 100 саны шығу үшін 55-ті 13-ке, 13-ті 32-ке қосады екенбіз. Келесі бізде 990 саны шығу үшін 130-ды 410-ға және 450-ге қосады екенбіз. Келесі бізде 88 саны шығу үшін 44-ті қосамыз 24-ке, қосамыз 20-ға екен. Келесі 88 саны шығу үшін 26-ны қосамыз 24-ке, қосамыз 38 екен. Келесі 88 шығу керек саны 26-ны қосамыз 22-ке және 40-қа екен. Келесі бізде 77-ні саны шығу үшін 44-ті қосамыз 11-ге және 22-ге екен. Келесі бізде шығу керек 77 саны 33-ті қосамыз 41-ге және 0-ге екен. Келесі бізде 77 шығу керек саны 15-ті қосамыз 40-қа және 22-ге. Келесі балалар бізде 6-ші есепте 75 дециметр квадратты қосамыз 45 дециметр квадратқа, ол бізде 120 дециметр квадратқа тең болады екен. Келесі 4 метр квадратты көбейтеміз 8-ге, ол бізде 32 метр квадратқа тең болады екен. Келесі бізде 45 сантиметр квадратты бөлеміз 5-ке, ол бізде 9 сантиметр квадратқа тең болады екен. Келесі бізде 8 метр квадраттан азайтамыз 235 метр квадрат, ол бізде 565 метр квадратқа тең болады. Келесі балалар бізде 7-ші тапсырма заттың бағасын, санын, құнын қалай табу керектігін есіңе түсір дейді. Есеп бойынша өрнек жаз дейді. Бұл жерде бізде зат, өшіргіш, сызғыш және дәптер берілген, иә? Бізде бұл жерде өшіргіштің бағасы 6 теңге, ал неше дана екені белгісіз, құны 30 теңге. Сызғыштың бағасы 7 теңге, саны 5 дана, ал бұл жерде бізде теңгесі белгісіз екен. Келесі дәптердің бізде бағасы белгісіз 8 дана екен, құны 40 теңге. Біз осы белгісіз болып тұрған сандардың орнын толтырып есепті шығарамыз. Біз 7-ші есепте кестедегі сандарды бөлік-бөлік есептеп шығаратын болсамыз, бірінші өшіргішті табайық. Біз ол бізде 6 теңге бір өшіргіш, 30 теңгеге неше дана өшіргіш келетінін сұрап тұр. Демек біз мына бөлу формуласына саламыз. 30-ды біз 6-ға бөледі екенбіз. Яғни 5 дана өшіргіш болады екен. Жауабы 30 теңгеге 5 өшіргіш алуға болады. Біз сызғышты табатын боламыз. Бізде бір сызғыш 7 теңге екен. Ал 5 сызғышымыз неше теңге екені белгісіз. Шешу біз көбейту амалына келтіретін боламыз. Демек біз 7-ні көбейтеміз 5-ке, ол 35 болады екен. Яғни 5 сызғыштың құны 35 теңгеге тең болады екен. Біз дәптерді есептейтін болсамыз, бізде 8 дәптер 40 теңге. Бір дәптер неше теңге екені белгісіз. Шешу біз бөлу амалына формуласына келтіреміз. Демек 40-ты біз 8-ге бөледі екенбіз. 5 теңге болады. Яғни бір дәптеріміз бізде 5 теңгеге тең болады екен. Жауабы бір дәптер 5 теңгеге тең болып тұрады екен. Келесі балалар бізде 8-ші тапсырма 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып қанша 3 таңбалы сан жазуға болады. Шешімін көрсету үшін 3 түсті қарындаш пайдалан. Мүмкіндіктер тармағын құр денген. Бұл жерде бізде 2, 7, 9 саны белгіленген. 2 саны көк түспен, 7 саны қызыл түспен, 9 саны жасыл түспен белгіленген. Және біз осыған мысал ретінде мүмкіндіктер тармағын құрап көрсететін боламыз. Олар біз 8-ші есепте көкпен, қызылмен және жасылмен белгілеп қойдым. Яғни бірінші 279, 297, екінші 7 санына 729, 792, келесі 9 саны 927 және 972 болады. Келесі балалар біз мүмкіндіктер тармағына салғанда 2, 7, 9, 2, 7 және 9, 2, 9, 7. 7 санынан 7, 2, 9, 7, 9, 2. Келесі 9 санынан 9, 2, 7, 9, 7, 2. Жауабы 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып 6, 3 таңбалы санды жазуға болады. Балалар біз 9-ші тапсырманы орындайтын болсақ, өрнектерді оқып, олардың мәнін таппайды. Бұл жерде бізде бөлінді, қосынды, көбейтінді барлығы белгіленген. Біз осы есептерді дәптерге шығарып, бірінші қай амал орындалады, екінші қай амал орындалады, үшінші қай амал орындалатын барлығын түсіндіріп айтатын боламыз. Келесі балалар 9-ші есепте есептеңдер деген. Біз бірінші 35 бөлінген 5 қосылған 5 көбейтілген 6 делінген. Бірінші біз бөлу амалын орындаймыз, сосын көбейту амалы, сосын қосу амалы. Демек, бірінші бөліндіден шыққан сан бізде 7, оған көбейтуден шыққан амал бізде 30 болғандықтан екеуін қосам, сонда бізде
7-ні 30-ға қоссақ 37-ге тең болып тұр екен. Келесі бізде жақшаның ішін балалар жақшаның ішін ең бірінші орындайды екенбіз біз. Бұл жерде бізде 22-ні қосамыз 8-ге, бөлінген 5 қосылған 7 деген. Бірінші жақшаның іші, одан кейін бөлінді амал, сосын қосынды амалын орындаймыз. Сонда бізде 30-ды 5-ке бөлеміз, сосын 7-ге қосамыз. Демек, мына 35 5-ке бөлгенде 6, одан 7-ні қоссақ бізде 13-ке тең болады екен. Келесі бізде 45 бөлінген жақшаның ішіне 15-ті бөлеміз 3-ке. Және 75-ті қосамыз деген. Бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. Сосын бөлінді амал және қосу амалын. Сонда бізде шығатын сан 45-ті 5-ке бөлеміз және қосамыз 75-ке, жақшаның ішін ашатын боламыз. Сонда бізде 45-ті 5-ке бөлгенде 9 шығады екен. Оған қосамыз 75-ті. Ол бізде 84-ке тең болады екен. Келесі тағы бір есебін айтайын, қалған біз сіздер балалар менен көшіріп жазсаңыздар болады. Бізде жақшаның ішінде 48, азайтылған 28 бөлеміз. Келесі жақша 14, азайтылған 9. Ең бірінші бізде екі жақша болатын болса, бірінші алдында тұрған жақша орындалады. Сосын екінші жақшамыз орындалады, үшінші бөлінді амалын орындайтын боламыз. Демек, мына саннан жақшаның ішінен 20 шығады, екінші жақшаның ішінен 5 шығады, демек 4-ке тең болады екен. Келесі тапсырмаларды солай жазып шығаратын боламыз. Естерінде түсіндіре кетейін балалар, 5 көбейтілген жақша ішіне 38-ден 34 қосамыз 59 деген. Ең бірінші бізде балалар не орындалады? Әрине, жақшамыз орындалады. Сосын көбейту амалымыз, сосын қосынды амалымыз. Демек, бізде жақша ішінен шыққан сан 5, оған көбейтеміз 4-ті және қосамыз 59-ды екен. Жақшаның ішінен шыққан сан 4. Демек, 20-ны қосамыз 59-ға бізде 79-ға тең екен. Келесі бізде 82, азайтылған 5, көбейтілген 8, қосамыз 27-ге және бөлінді 3 теңген. Енді бұл жерде бізде қай санды бірінші қосып азайтатын боламыз деген сұрақ келеді. Ең бірінші бізде көбейту амалы орындалады. Екінші азайту амалы орындалады. Сосын барып бөлінді амал, соңынан қосынды амал орындалады екен. Демек, мына 82-ден 40-ты аламыз, оған 9-ды қосамыз. Сонда бізде азайтылған мәннен 42 шығады. Оған 9-ды қоссақ 51 болады екен. Келесі бізде 55-ті қосамыз 45-ке, бөлеміз 9-ға, қосамыз 7-ге, көбейтеміз 5-ке дейін. Бұл жерде бізде ең бірінші бөлу амалы, сосын қосынды амалы, үшінші сосын көбейту амалы, төртінші барып бізде қосынды амалы орындалады екен. Демек, 55-ті қосамыз 5-ке, сосын оған қосамыз 35-ті. Ол бізде 95-ке тең болады екен. Келесі бізде 100 азайтылған жақшаның ішіне 26-та 14, жақшаның жамыз бөлінді 8-е. Ең бірінші бізде жақша орындалады. 26-ны 14-ке қосамыз. Одан кейін біз бөлінді амалын орындаймыз. Сосын барып азайту амалын орындайтын боламыз. Сонда бізде мынау 100-іміз солайынан жазатын боламыз. Қосынды амалынан шыққан сан 40 және 8-ге бөлеміз. Демек бізде 100-ден мына бөлінді саннан шыққан сан 5, демек 95-ке тең болады екен. Келесі бізде 10-шы тапсырма ұпайларды саны көбейту және қосу таңбаларын пайдаланып өрнектер жаз дейді. Балалар, бізде бұл жерде 3 шеңбер белгіленген, көрсетілген. Яғни біз бірінші шеңберге қарайтын болсақ, бізде 7-де неше рет ұпайларды санағанда 7-де 4 ұпай бар екен. Демек, біз 7-ні 4 рет көбейтеміз және оны 3-те 1 ұпай болғанда 3-ке қосады екенбіз. Келесі шеңберде бізде мына 3-те 4 ұпайымыз бар екен, және 10-да 1 ұпайымыз бар. Демек, біз 3-ті 4-ке көбейтеміз және 10-ға қосады екенбіз. Келесі бізде келесі шеңберде 3-те 3 ұпай тұр екен, ал 7-де 2 ұпай бар екен. Демек, біз 3-ті 3-ке көбейтеді екенбіз және 7 мен 2-ні көбейтіп, оны қосады екенбіз. Келесі 10 есепті біз дәптерге шығарған болсақ, мінеке жаңа 3-ті қосамыз 7-ге және көбейтеміз 4-ке. Ол бізде 7-ні 4-ке көбейтсек 28-де, 3 қосу 28-де 31-ге тең екен. 3-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 10-ға. Бізде 3-ті 4-ке көбейтсек 12, оған 10-ды қосамыз 22-ге тең болады. Келесі 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 7-ні 2-ге көбейтеміз 14. Соңында қосынды амалын орындаймыз. Бірінші көбейтіп аламыз, екі жағын сосын қосатын боламыз. Демек, 9-ды 14-ке қоссақ, бізде 23-ке тең болады екен. Балалар, менің каналым сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.